Отандық эстрада жұлдызы Айқын Төлепберген желіде қызу талқыланған «Ұйқым келмейді» әніне қатысты пікір білдірді. Ол әннің орындаушысы жіберген қателіктерін айтып, оған өз кеңесін айтты. Айқын Төлепберген бұл туралы өзінің Instagram парақшасында айтты. Алматыға енді келіп едік, қазір қайттан кетіп баратырмыз аэропортқа. Қош бол деп айттың, тағы да бірдеңе дедім. Ұйқым келмейді, сонда да ұйықтап. Самая главная ошибка этой девушки в том, что она даже не поняла, что она совершила. Она свою ошибку не может понять. Она не понимает, что там нету рифмы в словах, нету смысла в словах. Она думает, что раз в ТикТоке или в Ютубе там где-то там она хайпанула, думала, все, хайп это популярность. Нет, хайп тоже разный бывает. Поэтому, девушка, в следующий раз текст, когда будете писать, давайте профессиональным текстовикам, чтобы они писали. Не надо, чтобы потом над вами весь... Ну или нам присылайте. Да, или нам, чтобы весь Казахстан издевался. Айта кетейік, желіде «Ұйқым келмейді» әні таралып, елдің қызу талқысына түскен еді. Желіні шулатқан туынды 2 күнде 300 мыңнан аса қаралым жинап, трендті видеолардың көшін бастаған.